Қазіргі таңда елімізде ауыз судың жетіспеушілігі мен азық-түліктің тапшылығы өзекті мәселелердің біріне айналды. Бұл мәселені шешуде біз Назарбаев зияткерлік мектебінің Нұр Сұлтан қаласында физика-математика бағытындағы мектеп оқушылары Омай тобы өзіміздің шешімімізді ұсынамыз. Ол мобильді гидропонды автономды ферма. Ол өзіндік тыңайтқыштар комплексі. Яғни біз тыңайтқыштар комплексін мектептегі химия мен биология мұғалімдерінің пәндерімен бірлесе отырып зерттеп өзіміздің комплексті әзірледік. Біздің жобамыздың ерекшелігі ол өсірілген өсімдіктерді өңдеу технологиясы. Біз мектеп қабырғаларының ішінде өсірілген өсімдіктерді шикізат ретінде сата қоймай, оны әрі қарай өңдеу технологияларында әзірлеудеміз.